Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Бүгін сіздермен өзімнің рецептімдегі осындай лапшадан жасалатын супты жасалу жолын көрсететін болам. Өте тойымды, тез жасалатын тамақ. Бірінші мен етімді суға қайнатып, оның ішінен біраз қайнап, жартылай піскен уақытта сүзіп алам да, сорпасын сүзіп алып, қазанымды жуып, қайтадан сол сорпаны сүзіп құйып, қазанға етімді турап, барлық салатын нәрселерін осылай турап, сол мезетте салатын болам. Міне бізде сорпамыз сүзілген, таза қазанда қайтадан қайнап жатыр. Мен бұған қазір етімді, барлық жаңағы перецті, жуаны, картошкасын бәрін осы описаниеде бәрін жазып кететін болам. Не заттар салғанымды соның бәрін бірге салатын болам. Сол мезетте бұрышын, тұзын, лавролист бәрін осы мезгілде бәрін салатын болам. Ішіне кусок майын салдым. Еттің себебі сорпа майлы болса ғана дәмді болады. Сөйтіп барлық салатын дәмдеуіштерімді осы уақытта салып, қайнатып, басын жай отта қойып қоям. Одан кейін қамырын илейтін боламыз. Бір жұмыртқаға кішкене тұз салып жіберіп, сол жұмыртқа кішкене ғана су құйып, осындай бір күлше ғана қамырды илеп аламыз. Күлшеміз көп болудың керек жоқ, осындай кішкене ғана илеймін. Сөйтіп, оны жазып алып, кішкене тындырып қоям, әрине. Содан кейін жазып, нанды жайғаннан кейін осылай қылып, лапша қылып турайтын боламыз. Өте оңай және тез, дәмді, тойымдас. Осылай лапшаларымды қайнаған сорпаға саламын. Әрине етім менің пісіп, бәрі дайын тұр. Әрине еттің пісуін, жаңағы тамақтарымыздың ішіне салған барлық нәрсенің, сәбіздің барлығының пісуін қадағалаймыз. Сосын барып, осы лапшаны саламыз. Лапшасын саламыз. Өте дәмді сорпа. Каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет. Жасап көріңіздер. Өте дәмді, жолдастарыңызға, семьяға ұнайтын болады. Жанұяңыз сүйсініп ішетін тамақтардың бірі. Осылай тамағымыз дайын. Бетіне осындай аскөктерді қойып, әрлеп, отбасымызға ұсынамыз. Каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басамыз. Қолдап кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.